Ой, не болды, Қанат? 7 жылдан бері енді намысын оянып қалды ма? Не болды саған, Қанат? Шешеме көріскен рахметің сол ма сенің? Шүндеп сөйле. Не адамның ақшасы жоқ екен деп, сонша елдің алдында жерге тығу керек па? Асымды іштің, үйімде жаттың, жетініңді жедің. Қойсаң ішім, ама болды ғой. Қоймаймын, алдын анауыңды қойдыр. Қазір новый программа бар, көші-қон деп аталады. Ауылдарға көшіп келсе, біз сразу оларға үй береміз, ақша береміз, мал береміз. Зор ғой. Хай! Сарайя! Камсамида! Сен ба шақырған аналарды? Қош келдіңіздер біздің ауылға. Ауылдың аты қандай? Будущее. Қандай? Қазақша айтқанда болашақ. Болашақ? Мен мына ауылдан ешқандай болашақ көріп тұрған жоқпын. Она наша баба Люда, она самая нежная, красивая. Бір кемпірдің қолынан шығып, екінші кемпірдің қолына келгеніміз қалай болды? Давай. Давай болғанда қалай болар екен бұл жерде? Қазақстанның мынандай қиырында жатқан, мынандай әсем жерлерге, мынандай жерлерге мен ие болмасам, сен ие болмасаң, кім ие болады, Қанат, а? Ақ мол болсын, абырайың мал болсын. Мал емес, мол. Ал оқымайық. Ей, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара бар. Шетелдей. Ерик, нәпсінің артынан. Как будто шетелдей, бізді шетелдей. Как будто шетелдей, бізді шетелдей. Тоқаевқа айтам сізді. Тоқаевқа айтпа. Айтам. Ей, братишка.